яғни баланы жақсы өсіру керек болды, жақсы білім беру керек және оның бос уақытын тиімді өткізу керек. Сол тұрғыдан алғашқы ашылған жекеменшік, қазірдің өзінде біраз жекеменшік мектептер бұл сұранысқа жауап береді. Бірақ маған ұнамайтыны оның қаражаты, өйткені сіз университетте де миллионнан астам қаражат төлегеннен гөрі мынаған байланысты. Және ең үлкен қазіргі таңда маған қарсылық тудыратыны бұл білімнің теңсіздігінің тудыруының негізгі себебі болып отыр. Яғни кімнің ақшасы бар, сол барады, кімнің ақшасы жоқ, ол бара алмайды. Бұл дұрыс емес мәселе. Сондықтан мына сайлауалды бағдарламасы толыққанды жүзеге асқаннан кейін бұл мәселелер жалпы бұған сұраныс азаяды. Бір мәселе. Екінші мәселе, қазір бұлар шағын және орта бизнестің өкілдері болып тұр. Соған байланысты бұларды тексеруге мораторий жоқ. Оның ішінде қандай тәрбие беріліп жатыр, қандай білім беріліп жатыр. Бара алмаймыз? Білім басқармалары оны просто так барып көре алмайды. Өйткені заңмен тыйым салынған. Соған қатысты бұл ұлттық қауіпсіздік мәселесі.